Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Ақнұр. Бүгін өте дәмді болып шығатын батон нанның рецептімен бөлісетін боламын. Парақшам пайдалы, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен 2 кружка сүт, және де оның үстіне тұз, қант, сұйық майды құйып, үстіне жылытылған суымызды құямыз. Менде сүтім салқын болғаннан кейін ыстық 2 кружка сүт құйдым. Сіздер жылылай ыстық су немесе ыстық сүт құйсаңыздар да болады. Дәл осылайша үстіне дрожжи салып, жақсылап араластырып, ұнымызды жайдан сала отырып, қамырымызды бастыратын боламыз. Өзімде бірінші рет жасап көрдім, бірақтан да өте дәмді болып шықты. Сіздерге де міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Осылай қамырымыз қолымызға жабыспас үшін сәл қолымызды майлап отырып, қамырымызды біріктіретін боламыз. Үстін пешевой пленкамен жауып, және де майлықпен жауып, жылы жерге қойып, қамырымыз ашқанға дейін күтетін боламыз. Біздің қамырымыз өте күшті ашып, дайын тұр. Енді мен бұл қамырды ұнға ауната отырып, 3 бөлікке бөліп алатын боламын. Үш бөлікке бөлінген қамырымның біреуін осылай жаямын, және де оны орама тәрізді етіп орайтын боламыз. Барлығын пісірмесеңіздер де өзіңіз білесіздер, мен 2 қамырымды жақсы пісіріп алдым, және де біреуін тоңазтыққа салып, келесі күнге пісіруге сақтап қойдым. Осылай жан-жағын дұрыстап алатын боламыз. Қамырымыз жайылып кетпес үшін, өйткені пешке салғаннан кейін біздің қамырымыз өте жоғары деңгейде көтерілетін болады. Және де үстіне жұмыртқаны жағып, кунжуттарды себеміз. Кунжутты себу сеппеу ол өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Кішкене көтеріп алып, ыстықтай пешке 180 градуста шамамен 35-40 минуттай пісіріп алдым. Міне осылай беті қызарғанға дейін біздің батон нандарымыз күшті болып көтеріліп пісті. Аралары да пісіп шықты. Осылайша нанға жағып жейтін боламыз. Өте күшті болады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Парақшама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет. Ас болсын.